Жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сұрағанда, пайғамбар өзі айтқан бір жолы, мен сіздерге толық динден бір қаймағын айтайын ба? Bir қысқа бір сөзмен айтайын ба? Ооба деді, тілін шығарып, қолыменен қармап айтты. Ушуну қармағын деді. Ушуну қармағын деді, мынаке. Сахабалардың бірісі сұрады. Я Расулаллах, не біз тілімізге сөйлегенімізге дағы қармалауыз ба? Алла Таала ушуга қармап есік кітебін алау деді. Сен қандай адамсың? Енең саңа иласын. Дозаққа ең көп адамды түрте тұрған, түшіре тұрған бұл тіл болады деді. Дозаққа ең көп түшіре тұрған, адамды ең көп түшіре тұрған, түрте тұрған бұл тіл болады деді. Тіл туғандар. Ушундай бүткүл дүйнөнүн бардық чаян, жылан, эмне деген улуу заттар бар. Бардығын топтосоңуз тилдин уусуна жетпейт. Тил ушундай таттуу. Бүткүл дүйнөдөгү бардык таттуулукту топтосоңуз торт болобу, бал болобу, эмне деген таттуулук? Тилдин таттуулугуна жетпейт. Түбөлүктү бейишке ээкыла тургандагы эң көп себеби орду тил. Түбөлүктү дозокко түшүрүп кое тургандагы эң көп орду бул тил туугандар. Ошондуктан шариятыбыз ун чыкпаган адамды мактаган. Таза шариятыбыз ун чыкпаганга кызыктырган. Зарылчылык болуп калды, акыйкатты сүйлө болду. Болбосо бул сага душман, мындан өткөн сага душман жок. Тилден өткөн өзүңө сага душман жок.